Бәршеге ассалаумағалейкум, сіздер менен Ықылас Аралбаев. Сабақларымызды давам етеміз. Бүгінгі сабағымызда сіздер менен JavaScript'ің ең текарғы бөлімдерінің бірі, яғни луплармен танысамыз. Яғни луп дегеніміз әмме программалаштыру тілінде бар өзі. Соның үшін жақсылап үйреніп алыңыз осы теманы. Осы луплар бойынша жақсылап түсінікке ие болғаннан кейін уже сіздерде көп нәрселерге жол ашылады и көп нәрселерді сіздер істей аласыз функционал түрдегі. Онда бастайық екен. Андай баста ауыртатын әртүрлі схемаларды көрсетіп басыңыз ауыртпаймын. Аңсат қылып, практикаменен одан қарасай қазір түсіндіріп беремін. Хоп. Луп дегеніміз не? Луп бұл өзіміздің қандайдыр әрекетлердің, мысалы үшін, бір нәрсені бірнеше мәрте істеу. Бір әрекетті бірнеше мәрте істеу. Мысалы үшін, бір адам келеді сізге, мына жайдың атрапын 5 мәрте айлам шық дейді. Һәм сіз 5 мәрте айлам шығасыз. Енді ол адам білу керек, что сіз анық 5 мәрте айланғанлығыңызды. Соның үшін ол бармағымен санап тұрады. 1 дейді, 1 мәрте айланасыз. 2 дейді, 2 мәрте айлам келесіз. 3 дейді, 3 мәрте. И сол тәрізде сіз 5 мәрте жайды айлам келемін дегенше бармағымен қолымен санап тұрады. Һәм өзінің 5 бармағы бөлген уақытында, яғни сіз 5 мәрте жуырып болғаныңыздан кейін ол айтады тоқта дейді. Сонымен сіздердің вазифаңыз орындалады. For деген мысалы сондай. Мысалы үшін сізге кімдір айтты, консолға 5 мәрте ықылас деген жазуды шығарып бер деді. Қандайдыр жазуды. Енді өгей сіздер не қыласыз? Console.log мысалы үшін емес. Console.log дейсізді ықылас дейді. Енді қайтадан жазып отыру мүмкін болады. Енді дым ақылы болсаңыз, мысалы үшін 5 мәрте копировать етіп отырсаңыз мүмкін. 5 мәрте шықты, Енді бұл біздерде бардақ қылып қойылмады, бұндай қылып ешкім жазбайды. Яғни осындай жаңа ұқсаған қандайдыр вазифаларды бірнеше мәрте тәкрарлау үшін қолданылатын оператор бұл осы өзіміздің луплар деп аталады. Яғни бұл қалпақшылап айтқанда тәкрарлау операторы өзі саналады. Кейін осы бойынша енді көп шығайық. Оның синтаксисі қандай? For loop'ын істету үшін бізде керек болады for деген өзіміздің key, яғни гілд сөзіміз керек болады. JavaScript'ің өзі түсінеді бұл for не екендігін. Енді бұл жерде үшін деп қойыпты. Үшін деген енді қалпақшаға прям переводлайтын болсақ, өзім переводлайтын for деп қойыпты. For егер переводлайтын болсақ, үшін деген мәністі аңлатады. Хоп, енді for дегеннен кейін өзіміздің қосылмамызды ашамыз. Қосылманың ішінде бізде тек арғы 3 нәрсе болады. 3 нәрсе. Біріншісі өзіміздің өзгерушіміз. Өзгеруші. Екіншісі санаушы. Екіншісі тексеруші болады. Тексеруші. Үшіншісі санаушы. Яғни санаушы мен тексеруші екеуі бір вообще алғанда. Өзгеруші дегені бұл сіз. Жаңа танның атрапынан деп жуыр жүрген адам сіз ол. Сіз жуырасыз, айлам келесіз, сан өзгере берді. Енді о санды тексеріп тұрған адам бар. Яғни мысалы үшін 5 мәрте жуырып келді ғой. Енді 5 мәртеден өтіп кетпеу үшін неше бармағы бөлгенін санап тұрады. Мысалы үшін 1 мәрте жуырып келдіңіз, 1 бармағы бүгіліп тұрды ғой. Значит, ол айтады сізге жуыра бер, сіз 4 мәрте жуыруың керек дейді. Енді мына жақта санаушы бар. Яғни ол әр жуырып келген уақытыңызда 1 бармағын бүгіп тұру керек. Болмаса мысалы үшін әр жуырып келген уақытында 1, әр жуырып келген уақытында 1 деп тұра берсе, ол кешке дейін жуырасыз, ол тынымсыз жуыруыңыз мүмкін болады. Соның үшін бізде санаушы болуы шарт. Яғни санамызды бірге, өзгерушімізді бірге асырып кетуіміз керек. Енді келіңіз осыны кодта көрсетемін. Кодта мынандай болады, let дейміз, I тең 0. Яғни бұл не зат? Бұл жерде біздер қадімгі өзіміздің кешегі сабақтарда өзгеруші бойынша сөйлесіп өттік. Өзгеруші жаратып жатырмыз. Бұл for-дың ішінде локальный болады. Бұны for-дың сыртынан i деп пайдалана алмаймыз. Бұл for-дың іші үшін. Енді точка өтір қойып тұрып, i-імізді тексереміз. I кішкентайма, например, 5 мәрте жуырым. 5 мәрте жуырым. Яғни бұл жерде тексеріп жатырмыз. 5-тен кішкентай ма? Егер 5-тен кішкентай болса, i-ді плюс деп қоймыз керек болады. Яғни алжаспасам 3-ші сабақта ма, 4-ші сабақта инкремент, декремент деген нәрсені өттік сіздермен. Инкремент дегеніміз бұл санды өзінен кейінгі
десе үшін 1-ге көбейтіп береді. Баста 0 болады, кейін 1 болады, кейін 2, 3, 4, 5 болады. Осы тәрізден кете береді. Сонда 5 мәрте біздің вазифамыз орындалады. Енді келін бұл түсіндіріп өтейін. Бұл бірінші болып 0 деген өзгеріс жаратып алдық. I деген өзгеріс жараттық, оның значениесін 0-ге тең. Яғни жаңағы братан екеуің сөйлесіп тұрсыз, ол айтып жатыпты, сен 5 мәрте тамды айналып жүгіріп кел деп жатыпты. Сіз енді жүгірмадыңыз, жүгірулар саныңыз 0 болып тұрыпты. Түсінесіз ғой? Енді жаңағы братан тексереді. Сен жүгірдің ба дейді. Или жүгірген жоқ, 0 болып тұрыпты бұл. Енді 0 кішкентай 5-тен. Значит, елі жүгіруіңіз керек. Бір мәрте жүгіріп келесіз, мына ішінде вазифа бір мәрте орындалады, һәм ол братан бір бармағын бөгеді. Яғни сіз бір мәрте жүгіріп келдіңіз. Бұл енді өзгереді 1 болып, яғни мына жақта плюс болғанлығы үшін. Енді өзгереді һәм де тексереді ол. Сен неше мәрте жүгіруің керек еді? 5 мәрте. Сен неше мәрте жүгірдің? 1 мәрте. Значит, сен және қайтадан жүгіріп кел. Қайтадан жүгіріп келеді. Қайтадан жүріп келген уақытында иді плюс қылып және қосып қояды. Һәм 2 болды. Қайтадан жүріп 2 мәрте жүріңіз. Һәм енді не болады? 2 санын 5 санынан кішкентай ма деп тексереді. Егер кішкентай болатын болса, ол туыр дейді. Қайтадан жүріп келіп барды. Қайтадан жүріп келеді 3 болады, ұстазы 4. Һәм 5 болған уақытында уже біздің шартымыз орындалмай қалады. Яғни 5 5-тен кішкентай ма? 5 5-тен кішкентай емес, ол екеуі тең. Соның үшін уже мынадан мынағына біздің кодымыз өтпейді, һәм үстелде өзіміздің кодымыз брейк қылады, яғни тоқтайды. Келin енді кодта өзіміздің кодымызды тексеріп көрейік. Bu yerде енді I тең 0 болды, һәм жүгірулар саны 0 болып тұрды. Енді жүгірулар санына тең қылып қоймыз керек. Мына жақта өзгерушімен сізге тең қылып қоймыз керек. Сол өзгерушін тексереді, һәм де сол өзгерушіге қосып барады. Енді сол үшін console.log деймін. Ықылас деймін. Енді қарайтын болсақ, уже бізде 5 сан шығып тұрды. Яғни біздер 5 мәрте өзіміздің текстімізді консольға шығара алдық. Енді осы сәл қиынырақ мәселе түсініп алу. Ал егер сіздерменен практика қылып түсініп алатын болсақ, кейінгі темаларда олма қиналмайтын боласыз. Енді мысалы үшін мен неше мәрте жүгіріп жатқанымды консольға шығарып қоюым мүмкін. Себеп қылатын болсақ, баста 0 болды. 0 болған уақытында консольға шықты, кейін 1 болды. Яғни не үшін 1 болды? Ол мына бетте өзіміздің i++ қосып қойыппыз бізде. Егер де бұны қоспайтын болсақ, ол тоқтаусыз циклға түсіп қалады. 0 саны өзгермей жатыпты. Һәм 0 саны 5-тен кішкентай болғандығы үшін ол шарттан әр айланған уақытында өтіп жатыпты. И болды. Соның арқасында бізде сондай шексіз луп пайда болды. Соның үшін постоянно өзіміздің i++ қосып қоюымыз керек болады. Болмаса онда компьютеріміз қатып қалады. Енді портымызды тоқтатып аламыз. Енді давам етейік. Біздер осы for деген нәрсені тек қана сандармен емес, Мысалы үшін санмен айтып қойыппыз ғой, статик қылып 5 мәрте консольға қандайдыр санды шығар, қандайдыр атты шығар деп. Енді біздер өткен сабақтарда array'ды өттік қой сіздермен, яғни өзіміздің массивтерді. Біздер for'ды тек қана сол массивтермен көбірек пайдаланамыз, array'лармен. Енді сол нәрсені істеп көрейік. Мен өшіп тұрамын, маған керек емес. Мысалы үшін константа деймен, cars деймен тең болады өзіміздің пустой массивке. Пустой емес, ішіне бірнеше келін машиналардың атын кіргізіп қоямыз. Мысалы үшін өзіміздің Tico, Spark, мысалы үшін Matisse. Array'ымыз кіртілді. Енді мысалы үшін ішіндегі әмме айтымларды не қылуым керек? Консольға шығаруым керек. Енді мен мынандай алып шығарсам болады. Console.log, мысалы үшін Cars'тың 0-шісі. Өзіңіз білесіз, индексіміз 0-ден бастаған тәме уақытта. Мысалы үшін Cars'тың 1-шісі, Cars'тың 2-шісі деп. 3 элемент мынандай шығады. Енді бұл бағана айтқандай дұрыс код емес, біздер оны for loop'ы, яғни қандайдыр loop арқылы шығаруымыз керек болады. Енді оның үшін жазайық, келin for дейміз. Let I тең 0. Яғни бізде 0-ден бастауымыз керек. Не үшін? Себебі біздердің индекслерімізден 0-ден басталады. Осылай. Енді тексереміз. И кішкентай ма өзіміздің, енді заттан кішкентай болуы мүмкін. Бізде қазір 3 деп жазатын болсақ,
Біз мына бетке егерде таза BMW деген машина қоссақ, ол тек қана 3-ін шығарады. Негізінен біз бұл жаққа статик қылып 3 деп жазып қойған боламыз. Егер 4 деп жазсақ, һәм бұл жаққа таза машина қоссақ, таза машина бізде шықпай қалады. В общем, алғанда біздер не қылуымыз керек? Динамический карстың леңгізін сап қойымыз керек болады. Яғни зат болды бұл жерде. Таза 0 болып тұрыпты бұл санаушымыз, һәм санаушымыз кішкентай ма өзіміздің карстың леңгізінен. Яғни бұл үшін 4 элемент болатын болса, 4-тен кішкентай ма деп отырыпты. Егер 5 болатын болса, 5-тен кішкентай ма деп сұрап тұрыпты. Ава егер кішкентай дейтін болса, егерде біз плюс қылып тұрып, консолға не қыламыз? Өзіміздің карстың екінші индексін шығарамыз. Яғни бағана көріп отқан болсаңыз 0 десек, өзіміздің тейко шықты. Яғни 0-ші индекс 1 десек берген Spark шықты, 2 десек Matiz шықты. Құлдасы өзінің индексі бойынша, нумерациясы бойынша элементлеріміз шығып келді. Енді соны бізде динамический қылып істейтін болсақ, мына жақта өзіміздің өсіп артып барушы i деген өзгерушімізбенен шығаруымыз керек болады. Яғни бағана көргеніңіздей бұл төменге қарай әстен деп шығып келді. Енді саған кететін болсақ, өзгермейді, BMW қосылып шықты мінекей. Егер де мен ең қызығы ізіне мысалы үшін Mercedes деп қосатын болсақ, ізіне Mercedes-ін келіп шығарды. Не үшін? Себебі біз айтып қойыппыз, карстың леңгізінен деп. Карстың леңгізі ішіндегі элементтерге қарап өсіп бара береді ол. Яғни бұны уже біздер динамический қылып өзіміздің экранымызға шығарып алдық. Енді мысалы үшін қайырларда қолдану мүмкін. Үлкен тізімдерде, үлкен мысалы үшін қандайдыр таблицаларда, қандайдыр постларды шығаруда, соңғы жерлерді пайдаланады. Мысалы үшін өзіміздің API-ы келін YouTube сайтына кіріп көрейік. YouTube сайтына кіретін болсақ, мінекей видеолар тұрыпты. Видеолардың әммесін кім ойлайды? HTML-да бірімлеп кіртіп шықты деп. Бұлардың әммесі луптан келіп шықты. Яғни луп арқалы мағлұматлар базасынан келген array-ды for арқалы, яғни қандайдыр басқа метод арқалы тикарынан бұлардың әммесінде for жатады. Осы арқалы бізде мағлұматларымыз экранға рендер болады. Осы арқалы біздің array-дағы, яғни сол array-дағы мағлұматларымыз не алады? Өзімізге бірімлеп келіп түседі. For ақында тикарынан осы теория болсын, азғандай практика болсын, әмесі ұсы. Яғни кейінгі сабақтарда уже практика арқалы бұны білімдерімізді бекемдеп бара береміз. Ондай болса, сіздерменен болған Ықылас Аралбаев. Кейінгі сабақтарымыз көруді давам етің. Thank you for attention for everyone. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.